Ассалаумағалейкум достар. Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы Қандыағаш қаласындамыз. Отбасы қолдау орталығындамыз. Бүгін ашық есік күні. Әртүрлі саладағы мамандар келіп, халыққа қызмет қылып жатыр. Осал мәселесінде, заң мәселесінде, басқа да мәселелер бойынша халықпен ашық сұхбаттасып, қойған сауалдарына жауап беріп, сұрақта мәселелерін жазып, соны шешуге іс-шара жасалып жатыр. Қазір іштегі мамандардан сұхбат аламыз және танысамыз. Аудан прокурорының орынбасары Иман Қайыржан Аманбекұлы, аудандық атамекен кәсіпкерлер палатасының атқарушы хатшысы Бектұрған Көмекбай Қуантайұлы, Мұғалжар аудандық Аманат партиясы жанындағы әйелдер қанатының төрайымы Мусенова Роза Наурызбаевна, аудандық полиция бөлімінің басшысының орынбасары Утипов Руслан Алпысбаевич, аудандық білім бөлімінің басшысының орынбасары Заманай Қайнарұлы, аудандық ГЦБП бөлімінің басшысы Ақмарал Маратовна, аудандық мансап орталығының басшысы Тілеукен Дархан Серікұлы, біздің ауданымыздағы отбасы банктің филиалының қаржы кеңесшісі Алимагамбетова Мадина Серікбаевна, біздің аудандық аурухананың емхана меңгерушісі Динара Савитжановна, жер бөлімінің маманы Гулышева Лаура Алшынбаевна, біздің ауданымыздың бәріне танымал ағамыз Шапағат жеке медициналық орталығының дәрігері медиатор Ақтөбе қаласының тұрмыстық зорлық-зомбылық тұрғындарына арналған орталықтың әлеуметтік жұмыс жөніндегі маманы Өтежан Айпанов және Жұмағалиева Даражан Нұржанова. Я басқа берейін, адам көп жиналды. Жақсыма қабылдайық. Енді неяқта әрбір саладан мамандар, басшылар келіп отырып қабылдайтын боламыз. Жақсыма? Қайырлы күн, құрметті мұғалжарлықтар, аудан тұрғындары, құрметті әріптестер. Мына бүгін біз маңызды әрі тағылымды шараға қарадай кездесіп отырмыз деп ойлаймын. Мінекей көріп отырғандарыңыздай, бұл шараны ұйымдастырушылар облыс әкімі жанындағы әйелдер ісі және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі комиссия, жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы, мінекей білім басқармасы, денсаулық басқармасы, яғни әлеуметтік салаға қатысы бар барлық басқарма бірлесіп осы отбасы институтын нығайтуға, ана мен баланы қорғауға, жалпы тұрғындарымыздың әлеуетін арттыруға бағытталған үлкен бір бастама көтеріп отыр. Бұндай іс-шара бірінші рет болып отыр. Мінекей барлық осы әлеуметтік мәселелерге жауап беретін мамандар алдарыңызда. Жалпы біздің еліміз қазіргі таңда отбасы саясатына ерекше көңіл бөліп келе жатыр. Оны өздеріңіз біліп отырған, түсініп жүрген шығарсыздар. Мақсатымыз ол ана мен баланы қорғау, әйелдердің қоғамдағы рөлін арттыру, демография өсімін қамтамасыз ету. Өйткені отбасы, өздеріңіз білесіздер, әрбір мемлекеттің тірегі, қоғамның ұясы. Әр адам өзінің өмірін, тәрбиесін, қоғамға деген көзқарасын, ұлттық құндылықтарға деген көзқарасын, құрметін осы отбасылық тәрбиеден алады. Сондықтан отбасындағы бірлік, береке біздің еліміздің тұрақтылығының кепілі деп ойлаймын. Мінекей осы отбасын қолдау, бірлікпенен қолдау ашық есік іс-шарасы арқылы біздің мамандарымыз көптеген отбасыларымызға, мен ойлаймын, әлеуметтік тұрғыда, құқықтық тұрғыда, психологиялық тұрғыда мына ауыр жағдайға тап болған азаматтарға бағдар беруге,
отбасылық мәселелер болса, соны бір жаңағы шешімін табуға көмектеседі деп ойлаймын. Сондықтан бүгінгі іс-шарадан күтетініміз көп. Жалпы осындай іс-шараны тек мемлекеттік органдар ғана емес, қоғамдық бірлестіктер, қоғамдық ұйымдар, үкіметтік емес ұйымдар, азаматтар, біздің белсенді азаматтарымыз барлығымыз күшімізді біріктіріп, осы салада жұмыс істеуіміз керек деп ойлаймын. Сондықтан бүгінгі шарамыз көптеген отбасыға қолдау көрсететін, бір үміт сыйлайтын, бірлігімізді нығайтатын іс-шара болсын деп тілеймін. Баршамызға дендеріңізге саулық, ойыңызға рахмет. Nasıl жұмысыңызға кірісейік? Отбасы қолдау орталығындамыз. Бүгін ашық есік күні болып жатыр. Қай салада болсын мамандар келіп, халыққа тығыз байланыста қызмет қылып жатыр. Көптеген сауалдарына, сұрақтарына жауап беріп, мәселелерін шешіп беріп жатыр. Отбасын қолдау орталығында өте жақсы жиын болып, халық лық толы болып, көптеген мәселелерді халықтың шешіп отыр, көптеген мамандар келіп, заң саласынан, көптеген саладан. Сол осы жалпы осы отбасы орталығының қандай жұмыстар атқарып жатсыз, жалпы соны шамалы айтып кетсеңіз. Көп рахмет. Жалпы енді отбасын қолдау орталығы өмірлік қиын жағдайға түскен отбасыларды ерте анықтау және оларға қолдау көрсету мақсатында ашылған. Яғни өзінің мәселелерін шеше алмай жүрген халыққа біздің орталықтың мамандары толық сүйемелдеу жасап, оларға психологиялық, құқықтық қолдау көрсетіп, бағыт бере алады. Оған біздерге жаңағы мемлекеттік органдармен бірлесе отырып, әр адамның өзінің мәселесіне қарай шешуге тырысамыз, бірігіп. Сонымен қатар серіктес ұйымдар бар, үкіметтік емес қорлар, ұйымдар, мекемелер бар. Солардың барлығының бүгін қалай өтетіндігінің куәсі болған шығарсыз деп ойлаймын. Себебі әртүрлі саланың өкілдері келді, көптеген мәселелер көтерілді. Халықтың енді көбіне көкейінде тұрған мәселелер ол жол мәселесі, жер мәселесі, отбасы мәселесі. Қазіргі таңда көп адамдардың ең негізгі мәселесі кредитке кіріп кетіп, жаңағы счеттары арестте тұр, соның кесірінен ақшаларын ала алмай жүр, жәрдем ақыларын ала алмай жүр. Сонымен қатар тұрақты жұмысқа кіріп, еңбек ақысын ала алмай жүрген мәселелер көп болғандықтан, халықтың қойған көп сауалдарының бірі осы болды. Сонымен қатар отбасылық мәселелердің ішінде, оның ішінде әйелдер енді көбіне ажырасқаннан кейін күйеулері немесе ата-енелері балаларын тартып алып, шешелері балаларынан айырылып қалған жағдайлар көп болғандықтан, отбасы мәселелерінің ішінде осындай мәселелер көтерілді. Бірақ осы сұрақтардың барлығына халық
толықтай нәтижелі жауап алды деп ойлаймын. Себебі әрқайсысы толық нақты жауап алып қана қоймай, ары қарай қалай жұмыстану керек бойынша бағыт толығымен алды. Бүгін енді бір күнде шешілетін мәселелер болмағандықтан ары қарай, мысалы ертеңге, арғы күнге кездесулерге нақты уақыттар қойылды. Барлығы өздеріне қажетті мамандарға жазылды. Ары қарай енді мәселелері толық шешіледі деп ойлаймын. Мен соған сенемін, себебі өзім енді сізді, бізді халық көргендей, бүгінгі ашық бірлік және қолдау ашық есік күні өте нәтижелі өтті деп ойлаймын. Сізге көп рахмет. Осылай сауалдама беріп, есігіңіз ашық болып, сұрақтарымызға жауап беріп, жалпы осындай ұйымдастырып жатқандарына. Сол еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Жақсы күндерде кездескенше.